өшпенділерміз. Аттың үстінде жүрген қазақпыз. Аттың үстінде жүрген сарбаздың жанында атқа мініп әйелі де жүретін, қыздары да жүретін. Сондай қазақпыз. Естеріңде болсын тарихта. Қазақты ешкім жаулап алған жоқ, тек қана ішіне ертке салып жаулады. Еш уақытта. Сондықтан да Қазақстанда бір ғана банда, бұл қазақи пропаганда. 5000 қалтамда, қайдан тапсам да сенің ханның кезінде, біз Ресейге бағынбай тұрған кезде, әр хан, әр рудан, тайпадан 100 солдат тұрады екен. Әрқайсысы атқа мінгізіп 100-100-ден солдат жібереді. Сонымен жиналды. Сол 100 деген сөзде Ресейдің патшалығы бізді 100-ге бөліп, 3-ге бөліп, қазақтар жоқ нәрсені бізге сіңгізді. Біз қазақпыз. Қазақстанда. Кеше мен айттым ғой, 11 миллион қазақпыз. Енді соны біз 3-ге бөлетін болсақ, біз ел болмаймыз. Тек қана бізді таратып алып, Екатерина екіншінің берген бұйрығы бар. Әр сұлтандарын бір-біріне қарсы қойып, байларын бір-біріне қарсы қойып, төбелестіріп, хан шығартып, жау қылып, ата жау қылып, соның кейін барып жаулап алыңдар деген. Солай жаулап алды. Ал енді мына 20-шы ғасырда бізде не көрдік? 3 рет революция болды. 2 рет ашаршылық болды. 2 рет дүниежүзілік соғыс болды. Қай уақытта біз тоқшылық көрдік? Жігіттер білесіңдер, 60-шы жыл мен 85-шы жылда